Адамның өмірінде сәтсіздік және жол болмайтын сәттер болып жатады. Жол болмау өздігінен болатын жай емес. Оның пайда болуының бір себебі болады, және сол себептерді анықтауымыз керек болады. Егер бұл кезең сіздің өміріңізде созылып кеткен болса, онда сіз қиындықтан шығуға әрекет жасауыңыз қажет, және қажетті шешім шығаруыңыз керек. Бірақ кейде әрекет жасауға дәрменсіз болып, оның себебі сәтсіздік сіздің еңсеңізді әбден басып жатады. Әрине, әрекет жасағыңыз келмегендіктен емес, сол сәтсіздік көзіңізді шырмап, әрекет жасауға деген қауқарыңыз қалмай, немесе қорқыныштан әрекет етпей жүруіңіз мүмкін. Тіпті өміріңізде не болып жатқанынан да бейхабар болып, ештеңе сезбейсіз. Әйтеуір бір түсініксіз күй басады. Қазір сізге айтылғалы отырған ырым сіздердің барлық сәтсіздіктеріңізді жоғалтып, жолыңыздың ашылуына септігін тигізеді. Ол үшін не істеліну керек? Кешкісін ұйқыға жатар алдында бір ас қасық тұз алып, оны кез келген бір банка, стакан немесе пиала секілді ыдысқа салып, төсегіңіздің бас жағына, тумбочка немесе столдың үстіне қойып қоясыз. Ыдысқа салынған тұз түні бойы сол жерде тұруы керек. Таңертең тұрған кезде ыдыстағы тұзды оң, не болмаса сол қолыңызға салып, ағып тұрған судың астында ұстап тұрасыз. Тұз бұл сіздің проблемаларыңыз, ауру, сырқау, тағы басқа барлық сәтсіздіктер екенін сезінуіңіз керек. Сумен аққан тұзбен бірге проблемаларыңыздың ағып кетіп жатқанын да сезіне білуіңіз. Сол аралықта мына сөздерді де айтып тұрыңыз. Аққан тұзбен бірге барлық сәтсіздіктерім, күйзелістерім ағып кетті, жолым ашылды деп айтып тұрасыз. Алақаныңыздағы тұз толық ағып кеткенде ғана беті қолыңызды жуып шаясыз. Ал тұз салынған ыдысты қоқысқа тастау керек. Осы ырымды жасаған соң, сіздің проблемаларыңыз біртіндеп шешіле бастайды. Жолыңыз ашылады, барлық сәтсіздіктер артта қалады.